Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай әдемі, биік, жұмсақ болып пісетін әдемі пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Және бұдан кейін де осындай әдемі рецептілерімді көргілеріңіз келсе, каналыма лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осындай рецептілермен бөлісетін боламын. Олай болса, ары қарай видеоны тамашалаңыздар. Барлық үйдегі бар заттармен бүгін сіздермен ең оңай пирогты дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бірінші жұмыртқаны, яғни 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Және осы 3 жұмыртқаның үстіне құмшекерімізді қосып, венчикпен әдемілеп араластырамыз. Үйдегі бар заттармен болғандықтан және кейбіреулердің үйінде миксер болмауы мүмкін. Сол себептен мен венчик қолдандым. Және осы қоспамызға үйдегі бар сұйық майдан 100 грамм сұйық май құйсақ та болады. Егер болып жатса, әрине 82-72% маргарин қолдануға болады. Және осы қоспамызға, сұйық қоспамызға үйде бар 300 немесе 400 грамм болатын айран қосып, венчикпен әдемілеп араластырамыз. Және електен өткізілген ұнды және оның үстіне разрыхителді қосып, қамырымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізге қамырдың сұйықтығы видеода көріп тұрғандарыңыздай болған жақсы, себебі әдемі көтеріледі. Мен тапамды осылай дайындап алдым. Әр кімде әр қалай тапаның болуына байланысты дайындап алсаңыздар болады. Және бұл тапаның астына осылай өтіп кетпейтіндей, ағып кетпейтіндей етіп бітеміз. Және дайын болған қамырымызды, яғни осындай сұйықтықта болу керек. Қамырды жаңағы тапамызға құйып, бетін әдемілеп біркелкі етіп тегістеп аламыз. Тегістеп жақсылап болғаннан кейін біз оны 180 немесе 170 градусқа 40-45 минутқа тапаға саламыз. Пешке салып болғаннан кейін осындай әдемі, биік, жұмсақ, сап-сары дайын пирог аламыз. Ол пирогты бірденен алмаймыз, кішкене суытып аламыз және жан-жағындағы фольганы алып, оның шеттерін осылай пышақпен кесіп алғандарыңыз дұрыс. Себебі бірден алатын болсаңыздар, қамырыңызды жұлып түсуі мүмкін. Пирогымыз дастарханға беруге дайын. Егер үйде бар болатын болса, сахарный пудраны бетіне елекпен әдемілеп сеуіп шығуға болады. Ал бірақ менде жоқ болғандықтан осылай дастарханға ұсынуды жөн көрдім. Егер рецептіміз ұнаған болатын болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деп ойлаймын.